өзімізді ата бабамыз көкбөріге табынған деп жатамыз. Олай болса бүгінгі біздің тақырыбымыз Мұхтар Әуезовтің көксерек әңгімесі. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты шығармадағы эпизод пен бейнелерді салыстыру, әдеби жанр түрлерінің даму барысында жаңашылдығына заманауи Қасқыр апаның бұзылуы мен құрмақты қаза табуы. Осы екі эпизод бар. Апаның бұзылуы мен қасқырмен көксерек Өзөктөрдү барады құлаққа жеткен мұң үйдің өткеніме қарасам көк жалдарды ойлап жылғимын жер бетінен өр болып тістес қана құраймын оянар деп тағылар орманға қарап Жақсы, тағы не айта аласыз Құрмаш туралы? Құрмаш қандай кейіпкер? Өмірдің баяғында, ертеңнің баяғында ауылда ол қандай болып сипатталды? Көксерек. Одан кейін бір атты сөйлеуде уақыт өте келе естеді. Ешбір есте жанына Көксеректің қайтуы көксерек. Оны қайтып кеткен кезде ол өзіне тез ақпаратты жаңа серік алды. Жақсы білгеннен кейін топтың басшысы болып көп стратегия арқылы малдарды, қойларды ұрып өзіне тамақ тапқан болатын. Және ол тез өскен болатын. Біз оны қалай байқаймыз? Ол бір рет орманға кетіп, бір рет үйіне қайтып келген кезде ол қасқыр ол сипатталады. Көксеректің келуі мен көксеректің қайтуындағы басты ұқсастық ол көксерек өзінің суық мінезін, табиғат заңдылығын көрсетеді. Ол өзі Қарадыр ауылына келіп, өз жетіліп жатқанда әжесі және Құрмашаны шақырса да ол келетін, бірақ асықпайды. Және кеткен кезде де ол өзінің суық мінезін көрсетті. Құрмаштың өзі де оның ойына қаза тапты. Қорытындылай келе осының бәрінен біз әр жануардың өзінің заңдағы рөлі бар екенін білеміз. Және ол әр жануардың өзінің ол аңшы ит және ол көкшерекпен айқасқанға батылы. осы жерде шет елден алып келді дейді де, одан кейін біз осыны ертегіге айналдырып, Қанжығалы Бөгенбайдың итінің несі дейді? Құлы деп айтқымыз келеді дейді. Келесі. Көкшерек ол бөлтірік кезінен бері Құрмашпен және әжесі қолында өскен адамға бағынбайды және ол жыртқыш және ол мінезі суық болады. Ол табиғатқа әрқашан жақын болады. Адам оны қанша өсірсең де орманға қарап оқиды. Қасқырды қанша өсірсе де орманға қарап оқиды. Жақсы. Ұқсастығы екеуінде барды және тағы бір қасиеті сақтық және күштілік. Олар қауіп болса, олар өздері қорғай алады және сақтық өздері. Мына көксерек мысалы, ұяластарының ішіндегі көзі оты бар,
ерекше батыл деп қасқыр болып саналды, иә. Сонымен қатар ол сол жерде жортып жүрген 9 қасқырдың да несі болды? Ең басшысы болды, иә. Яғни қасқырлардың мықтысы болса, ақ қасқыр қандай болды? Иттердің мықтысы болды, иә. Ол қасқыр алатын. Сол жерде екі қасқыр өз күшіктерін өсіріп жатады. Және де сол кезінде оларға ауылдан адамдар келіп, әне шабуыл жасап, жеті күшіктің бесеуін өлтіріп, бүтінін алып, біреуін үйде, екіншісін ауылға алып кетеді. Және де соған Құрмаш деген бала, Көксерек деген атты қойып, ол ауыл ішінде бірге адамдармен көрсететін болады. Құрмаш Көксеректі кішкентай кезінен асырап, оны жабай аң емес, жуас аң екенін айтқысы келеді. Және де бірақ дегенмен ол аң табиғаттың аңы болып табылғанда оны үйрету мүмкін емес. Ол жыртқыш аң болғаннан кейін оны үйрету мүмкін емес. Және де ол Көксеректің пәктігін және күнәсі жоқтығын дәлелдейді. Енді осы жерде оқиғаны қалай айтасыздар? Апаның бұзылып, ең ыстығы қандай оқиғалар болды? Қандай болды? Апаның бұзылуы, олардың сол ақ қасқырмен көк қасқырдың күшіктерінің өлуі, олардың ауылға шабуылын, қасқырлардың шабуылына алып келіп және де Тамаша, ал екінші топты бағалайық. Бірінші топ, Алихан, қанша деп бал қоямыз? Қауіп қатерден сабақ алу. Ажар, еркіндік пен тәуелсіздік. Еркіндік пен тәуелсіздік. Қалай сипатталды шығармада? Табиғатқа құрмет. Батырханның жұбы менің жұбым және де Адам мен жануар арасындағы үйлесім. Осы үзінділерді ұлттық құндылықтарын қалдаймыз. Осы суретке қанша уақыт қарап отырады екен баяғыдағы бала кездегі ауылдағы оқиға есіне түсіп, осы Көксерек әңгімесін қайткен екен, жазған екен. Тамаша. Ал мына суретте біз месіндегі айтып жатырмын, біз ежелгі ғұндардан бері біз көкбөрінің ұрпағымыз деп айтамыз. Көкбөрінің қасқырдың бір-бірінің сыйластығы, бір-біріне деген құрметтігі, әлсіздерді үнемі көмектесетіндігі, ешқашан қайттан бірақ жүгі құрайтындығы, әділдігі, ақылдылығы, қайсарлығы, біз өзімізге оны қайтеміз, үлгі тұтып аламыз да, біз оны көкбөрінің ұрпағымыз деп қайтер екенбіз, өзімізде содан рух алады екенбіз. Жақсы, тамаша. Сонымен қатар сендерге тағы бір айтып кететінім, мысалы дала тағысы, дала заңдылығын қайтпеу керек екенбіз, адам бұзбау керек екенбіз. Мысалы үшін сендерде Көксерек әңгімесі, мүмкін бұл жердегі Көксеректі әкелмегенде бұндай қайғылы оқиға болмас еді, мысалы үшін. Болмаса, тіпті оның апанына, жаңадан өзі мысалы, кейін сол сияқты Оралхан Бөкейдің атау керек, болашақта 11 сыныпқа барғанда оқисыңдар, атау керек шығармасына не істейді? Араны ерік деген өзінің ашкөздігіне салынып, араны қауіпті будан, қаншадан ескертіп айтса да, қауіпті буданға айналдырады да, ең соңында бұл да тура Көксерек сияқты анасының өлімімен аяқталады екен. Сонда бұл табиғаттың заңдылығын бұзғандығы. Сонымен қатар 10-шы сыныпта Шахан шері, Мұхтар Махауидің Шахан шері шығармасын оқып өтеміз. Ол жерде де өзінің жаңадан туылған жолбарысты өлтіру арқылы, жолбарысқа қастандық жасау арқылы өзінің отбасына, өзінің тағдырына қайтеді екен, балта шабады екен. Міне осы сияқты адам қайтпеу керек екен, табиғат заңдылығын сақтап отыру керек екен. Сонымен қатар былай дейді, 12.000 құланды жаратты. Және табиғат заңын бұзбауды үйретті. Жақсы, Мәруа. Мен өз бағамда Құрмаштың әжесін бердім. Салғана ол Көксеректің ешқашан үй жануары болмайды, ол жыртқыш. Және де ол қалтада болғандықтан, ол көпті көрген адам болғандықтан, ол табиғат заңын жақсы көреді. Шығарма тағыда несімен жаңаша, қандай жанр түрінде жазылды? Мен Көксерек повестін оқығанға өте қуаныштымын, және де бұл маған ұнады. Себебі бұнда философиялық ой кездеседі, табиғат пен адам арасындағы қайшылық, сонымен қатар осының нәтижесінде оқиға Мұхтар Әуезовтің өмірінде болған, ол трагедиялық жолмен аяқталды.
Жақсы, тамаша. Мен өзімнің бағамды Асанға берем. Себебі ол өзінің Асанқұлға ма? Асанқұл ағасына ма? Жақсы. Асанқұлға берем. Себебі ол Жігіттік тәрбиелеу ма? болашақта таяқ жемесін деп ол қатал оған Өмірлердің таяғына. тәрбиелесе де ол оның болашағына әсер етеді. Өмірдің таяғы әкесін деді, иә? Жақсы, балым. Мен көпшілікке баға беремін. Себебі ол жағдайда және жағымсыз кейіпкер болып келеді. Ол қасірет бірақ қазақты қорғағысы келді. Оны жек көруге де аяуға да болады. Иә, осы шығарманың жаңашылдығы екен. Осы көксеректі Мен өз бағымды Қасенге беремін. Қасен Құрмаштың әкесінің туыс ағасы ретінде болып келеді. Ол өзінің ағасының намысын қорғау үшін сол көксеректі өлтірмей, оны өз ағасына әкеліп береді. жақсы, тамаша. Иә. Мен сөзімді Мұхтар Әуезовке бергім келеді. Себебі Мұхтар Әуезовке бергім келеді. Себебі Мұхтар Әуезовтың арқасында біз осы көксерек шығармасын білдік. Осы көксерек шығармасы біз үшін ерекше болды. Біз осы шығармадан табиғат пен адамның арасындағы байланыстарды білдік. Жақсы, тамаша. Батырхан. Мен Мен өзімді алтын деп санаймын, болмаса бөлдім. Ал қойып, кім бөлді